Anamızды ақтық сапарға аттандырып келіп отырмыз. Сіздерге рахмет. Мынандай көңілдеріңізді білдіріп жатырсыздар. Жаңа менің қарындастарым жылап жатыр. Әкеміздің орнына әке болған, анамыздың орнына ана болған. Сондай бір жан еді. Өмірден өтіп кетті. Мынау бір аңыздан мынандай сөз бар екен. Bir баланың түсіне Алла Тағала кіріп айтыпты. Не әкеңді алам, не шешеңді алам депті. Сонда бала тұрып айтқан екен дейді. Әкемді алсам ала бер, анамды алма. Көже қайнатып шекпен тоқып берсе де өлмеспін деп дейді. Міне жаңа біздің Айнаштар әкесі көргенде жоқ, есінде жоқ. Осы әке орнына әке болған, ана орнына ана болған осы анамыз еді. Мына сіздердің алдарыңызда қарындастарыма рахмет айтқым келіп отыр. Әсіресе жарқын Айнаштарға анасын бөліп баладай бақты, сақты, қақты. Мына қазақта мынандай бір мақал бар екен. Ер бала түтін, қыз бала күтім деген. Сол күтімдерін көрсетті. Сол енді сол қарындастарыма шын көңілмен алғысымды айтамын. Сіздерге де рахмет осындай бөлісіп жатқандарыңызға. Баяғыда мынау Абылай хан бүкіл билерін жинап алып, мынандай сұрақ қойыпты. Елдің құты кім, ауылдың құты кім, аймақтың құты кім, үйдің құты кім, дастарханның құты кім деп. Сонда Қараменді би былай деген екен дейді. Елдің құты қан ием өзіңсің, аймақтың құты әділ бие, ауылдың құты абыз ақсақалы, үйдің құты табыскерді ақылды ері, дастарханның құты ана деген екен дейді. Сосын тұрып айтыпты. Осының ішіне қайсын еле жатар едің деп. Сонда айтыпты дейді. Қараменді би, ананы депті дейді. Ана қалай тәрбие береді, ана қалай берекелі болады. Бәріміз сол анадан туғанбыз деген екен. Сонда Абылай хан тұрып айтты. Өте дұрыс айттың биім депті. Әр уақытта біз анаға басымызды иеміз деген екен дейді. Аналарымыз аман болсын, ерлеріміз аман болсын. Анамыздың жасын берсін сіздерге. Уайым қайғы көрмеңіздер, қиыншылығын бермесін. Осындай біршілікте, тіршіліктен айырылмай. Баяғыда мына жұрттағы көп елдер бізді қызығат кешеді. Мына әйел қауымға көп рахмет. Бәрі бізге көмектесіп, бауырсағын, шелпегін пісірісіп, сырттан келген туыстарымыз қуанып жатыр. Мына не деген бірлік деп. Баяғыда Шәкәрім Құдайбердиевтен сұратты. Болашаққа еліңе не айтасың депті. Сонда айтқан екен дейді. Еліме ынтымақ бірлік тілеймін. Ынтымақ бірлігі жарасқан елге ырыс қонады. Ырыс телінің ғұмыры мәңгілік болады депті. Сол айтқандай ауылымыздың ғұмыры мәңгілік болсын, қарияларымыз аман болсын, бәріміз аман саулықта, жақсылықта келсек. Рахмет сіздерге.